Хаттамаңыз дұрыс шықпайтын болса, көңіліңіз түспесін. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыз, бірден сәтті шығатын болады. Олай болса, рецепті қабыл алыңыз. Жылы сүтке тұзымызды, дрожжымызды қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды екіге бөле отырып салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Салафанға салып, жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Осы аралықта 72% сары май мен аздап сұйық майды қосып, ертіп аламыз. Тынған қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп, ерген жаңағы майымызды толығымен бетіне жағып шығамыз. Енді осылай рулет құсап ораймыз. Одан кейін тағы да ішіне қарай орап қамырларымызды дайындаймыз. Алып қалған бір жаймамыздың бетіне төртеуін салып, осылай міне төртке бөліп, дәл видеодағыдай барлығын орап шығатын боламыз. Енді бетін жауып, тағы да 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Енді біздің міне қамырымыз дайын болды. Қаттамамыз жақсы